сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің әңгімемізді тыңдап, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Алматыға жаңа келген кезім, әлі үпілдеген жас қыз едім. Ата-анам ауылдан шығар алдында, қызым, әсем қала әлсіздерді аямайды, абыройыңа берік бол, сенен үлкен үміт артамыз деп маңдайымнан сүйіп шығарып салған болатын. Алматыға келе салып, жатақханада орын болмай, қасымдағы қыздармен квартира жалғап шыққан болатынбыз. Әлі бірінші курс студентіміз, ештеңе білмейміз, оңды-соңдымызды әлі танымаймыз. Әсем қаланы аралау үшін Арапатқа жолға шыққан едік. Қасымдағы қыздар ерте қайтқан болатын. Әлі мен көзім тоймай біраз аралауды жөн көрдім. Өзім жалғыз әсем қаланы аралап болған соң үйге қарай жол тарттым. Артымнан біреу ілесіп келе жатқандай, жалғыз өзім келе жатырмын. Желкемнен біреу бір-ақ ұрды. Есімді білмеймін. Есімді жисам, судың жағасы ма, құлағыма судың дыбыстары естіліп жатыр. Қасымда бір еркек адам отыр екен. Түрін де танып үлгермедім. Жалынып жыладым. Аға, жіберіңізші, өтінемін. Мен әлі бұл қаланы білмеймін. Жіберіңізші, ақша да берейін дедім. Жоқ, ол мені тыңдар емес. Ақыры өз дегеніне жетті де, тындырды да өзі жайына кете барды. Ал мен адасып үйге жеттім. Қасымдағы қыздар маған қарады да, мен үндемей бөлмеме барып оранып жатып алдым. Ертесіне өзіне жеркенішті өзімді жек көрдім. Айналамның бәрі мені зорлайтындай қорқынышты күйде болдым. Оқуымды бітірдім, ауылға қайта алмадым. Ата-анамнан ұялдым, қара бет болдым. Уақыт емші демекші ұмтылды, бірақ жүректе жара әлі қалды.